Саламатсыздар ма балалар? Бүгін сәуірдің 14-і. Сабағымызды бастамас бұрын өткен сабақтағы үй тапсырмасын тексереміз. Проверяем домашнее задание. А деңгейі. Көп нүктенің орнына тиісті қосымшаларды қойып көшіріп жаз делінген. Сіздер де осылай жаздыңыздар ма? У вас тоже так же? Молодцы, ребята. Жарайсыңдар, балалар. Б деңгейі. Бақшада алма ағаш өседі. Әкем жерді қопсытады. Біз арамшөп жұламыз. Бақшада құдық бар. Құдық терең. Құдықтың суы тұщы. Судың дәмі жоқ. Барлығымызда осылай жаздық па, балалар? Жарайсыңдар, молодцы, ребята. С деңгейі. Сөйлем құрастыр. Бірінші сөйлем. Менің әкем жерді қопсытады. Екінші сөйлем. Анна бақшада арамшөп жұлады. Сендер де осылай жаздыңдар ма? У вас тоже так? Жарайсыңдар, балалар. Енді дәптерімізді ашамыз, екі жол тастаймыз. Сәуірдің 14-і. Су денсаулыққа пайдалы. Пишем дату и тему. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты мәтін мазмұны мен кейіпкерлерінің іс-әрекетін нақтылау үшін сұрақтарға жауап беру. Енді балалар, сабағымыздың жаңа сөздерімен танысайық. Повторяем за мной. Жағажай. Емдеу. Қайнаған су. Сусын. Пайдалы. Кеңес. Жарайсыңдар, балалар, өте тамаша айтып шықтыңдар. Енді дәптерімізді ашып, бұл сөздерді жазамыз. Видеоны паузаға қойып жазуға болады. Балалар, мәтінмен жұмыс. Қане бірге оқимыз, сосын видеоны паузаға қойып, өзіміз оқимыз. Видеоны паузаға қойып, сендер оқыңдар. Қане бастаймыз. Әлібек жазда жағажайға барды. Күн ыстық. Ол шөлдеп суық сусын ішті. Оның тамағы ауырып, дәрігерге барды. Дәрігер, суық сусын іштің бе? Деп сұрады. Әлібек, иә, суық сусын іштім, деп жауап берді. Дәрігер, әрине ауырасың. Суық сусын ішпе. Суды қайнатып іш. Су пайдалы, деді. Дәрігер Әлібекті емдеді. Енді видеоны паузаға қойып, өздерің оқыңдар. А деңгейі. Көп нүктенің орнына тиісті қосымшаларды қойып, көшіріп жаз. Бұл тапсырмаға балалар 8 балл беріледі. Жарайсыңдар, балалар. Енді Б деңгейі. Сұрақтарға толық жауап бер. Полный ответ. Әлібек қайда барды? Ол жағажайда не ішті? Дәрігер қандай кеңес берді? Если у вас будут ответы кратко, это не считается. Саналмайды. С деңгейі. Сөйлем құрастыр. Бұған балалар 3 балл беріледі. Б деңгейіне және С деңгейіне 3 балдан по 3 баллы. Бүгінгі сабақтың максималды баллы 14 балл. 14, 13, 12 балл 5 деген бағаны құрайды. 10 және 11 балл 4. 9, 8, 7, 6 балл 3 деген бағаны құрайды. 5, 4, 3, 2, 1 балл 2 деген бағаны құрайды.
Үйге тапсырма видеороликте берілген тапсырмаларды орындау. Выполните все задания и отправьте мне на WhatsApp. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.